Сәлематсыздар ма оқушылар? Сауат ашу сабағынан онлайн сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сауат ашу сабағымыздың тақырыбы әңгіме оқимын, сөйлемдегі сөздердің байланысы. Оқу мақсаты тыңдалған ертегі бойынша өз пікірін айту. Берілген тақырыпқа әңгіме құрап айту. Сөздерді, дыбыстарды орфоэпиялық нормаларға сәйкес дұрыс айту. Олай болса, оқушылар, біз өткен сабақты еске түсіріп көз жүгіртейік. Сөйлем дегеніміз не? Дұрыс. Сөйлем неден құралады? Дұрыс. Сөйлемдегі сөздердің байланысы дегеніміз не? Дұрыс. Сөйлемдегі сөздердің байланысын не арқылы табамыз? Дұрыс. Сөйлемдегі сөздердің байланысын немен көрсетеміз? Дұрыс. Оқушылар, олай болса, бүгінгі сабағымызда сауат ашу кітабының 74-ші бетін ашыңыздар. Бірінші жаттығуға қараңыздар. Мәтінді түсініп оқы. Мәтін. Түлкі мен құмыра. Егін оруға шыққан бір әжей құмырамен сүтімен шөптің арасына қойды. Мұны түлкі көреді де жасырын келіп, құмыра ішіне басын сұғып, сүтті ішеді. Бірақ басын құмырадан кері шығара алмай әлек болады. Сонда, ау құмыра, біраз ойнадың ғой, жетер, жібер енді басымды, депті түлкі. Қанша жұлқынса да, құмырадан басын шығара алмапты. Содан соң ашуға басыпты. Қап, бәлем, тұра тұр, сені суға батырмасам ба, деп жүгіріп барып, өзенге қарғып түседі де, суға батып кетеді. Оқушылар, өздеріңіз мәтінді бір түсініп оқып алыңыздар. Мәтін бойынша мынадай сұрақтар сіздерге. Мәтінде не туралы айтылған? Дұрыс. Ертегі мазмұнын айт. Ертегі мазмұны бойынша сұрақ қой. Жақсы. Мәтінде неше сөйлем бар? Мәтінде 9 сөйлем бар. Бірінші сөйлемде неше сөз бар? Бірінші сөйлемде 10 сөз бар. Есіңе түсір. Сөз неден құралады? Осы өз жауабымыздың дұрыстығын тексеру үшін
төмендегі ақпаратпен салыстырамыз. Оқушылар, сөз дыбыстан және әріптен құралады. Дыбыс дегеніміз не? Дұрыс, дыбысты естиміз, айтамыз. Әріп дегеніміз не? Әріпті жазамыз және көреміз. Дұрыс. Дыбыстың таңбасы әріп екенде есімізге түсіріп қояйық. Сөзден не құралады? Дұрыс, сөйлем құралады. Сөз дыбыстан құралады. Ол белгілі бір мағынаны білдіреді. Оқушылар, оқулығымыздың келесі екінші жаттығуын ашайық. Сөйлемдерді көшіріп жаз. Сүтке толы құмыраны көрді. Сөйлем неше сөзден құралған? Жаңа сөйлем қалай жазылады? Сөйлемнің соңынан қандай тыныс белгі қойылады? Түлкі оны ішпек болды. Бұл сөйлемде неше сөзден құралған? Жаңа сөйлем қалай жазылып тұр? Осы сұрақтарға жауап беріңіздер. Және осы жаттығуды әдемі, сауатты етіп дәптерімізге жазып алайық. Келесі үшінші жаттығу. Сүт, бал сөздерінің бір дыбысын өзгертіп, бірнеше сөз жасап көр. Сөз мағынасы қай дыбыстың әсерінен өзгеріп тұрғанын айт. Біз өткен сабақтарда осы жаттығуға ұқсас жаттығулар орындадық. Сондай сүт деген сөздің басқы әріпі с дыбысын өзгертіп, басқа сөз ойлап табуымызға болады. Дұрыс, күт деуге болады. Бал сөзінің де басқа б дыбысын өзгертіп, басқа сөз жасап көруге болады. Дұрыс, тал деуге болады. Сөздің мағынасына қарай дыбыстың әсерінен сөздің мағынасының өзгергенін байқап отырмыз. Келесі төртінші жаттығу. Жаңылтпашты дұрыс аяқтап жаз. Дән, дәулет, дәулет, дән. Оқушылар, соңында ән, сән, үй деген үш сөз тұр. Соның қайсы сәулет сөзінің алдына сәйкес келеді, соңына сәйкес келеді. Соны
ойлап жазамыз. Дұрыс. Сән, сәулет, сәулет, сән. Міне оқушылар, бұл жаңылтпашты әдемі көркем етіп дәптерімізге жазып алып, және жаттап аламыз. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз сіздерге ұнаса, кері байланысқа алдарыңыздағы бағдаршамның көздері арқылы бағалайсыздар. Сабақ көңілдеріңізден шықпаса, ештеңеге түсінбесеңіздер, қызыл мен, ал түсінбегенім әлі көп десеңіздер, сары түспен, ал маған бәрі түсінікті болды десеңіздер, жасыл түспен белгілеңіздер. Тыңдағандарыңызға рахмет.